Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі сабаққа қажетті құрал-жабдықтарыңыз дайын болса, сабағымызды бастайық. Жалпы 21 ғасыр жеке тұлғаны қалыптастыру, ізгілендіру, дамыту ғасыры. 21 ғасыр өркениеттің өрге өрлеген ғасыры. Сонымен қатар 21 ғасыр жаңа технологиялардың ғасыры. Ал осының соңғысына тоқталып өтетін болсақ, адамзат үшін 21 ғасыр жаңа технологиялардың ғасыры болмақ. Ал осы жаңа технологияларды жүзеге асырып, өмірге енгізу, игеру және жетілдіру бүгінгі жас ұрпақ сіздердің еншілеріңізде деген екен тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев. Осыған негізделе отырып, бүгінгі сабағымызды жаңа технологиялардың элементтерін пайдалана отырып, осы ағаш өңдеу саласындағы, жиһаз жинақтау саласындағы жаңа технологиялармен, станоктармен сіздерді таныстырамыз. Сабағымыздың мақсаты ағаш өңдейтін станоктардың түрлері, атқаратын қызметі жайлы толығымен таныстыру. Күтілетін нәтижелер: әрбір станокта қандай операция түрлері орындалуын ажырата біледі, фрезерлік станоктың міндеті мен атқаратын қызметін түсінеді. Ағаш өңдеу станоктары ағашты механикалық өңдеу үшін пайдаланылатын машина, кесуге, сүргілеуге арналған кесу құралдары болып табылады. Станок операциясына қарай аралау, сүргілеу, фрезерлеу, бұрғылау, айналдыра жону және тегістеу процестерін орындайды. Аралау станоктары: ленталы ара станогы, ТСП, МДФ және де басқа да материалдарды бойлық және көлденең қисық кесуге, аралауға арналған станоктардың түрі. Ленталы аралы жоғары сапада дәлдікпен кең көлемгі материалдарды, яғни 100 мм-ден астам қалыңдықтары 30 мм-ден бастап бірнеше жұқатақты жалады кесуге арналған. Ленталы ара кесу барысында ағаш жүгінділері өте аз мөлшерде болады. Лобзикті станок: бұл жабдықтың көмегімен ұзындық бойымен немесе әр түрлі фигуралы оюларды кесіп қиюға арналған станок болып табылады. Үстел лобзигі көбінесе үлкен жиһаз өңдеу цехтарында, есік және тағы басқа жиһаз өндірісінде кеңінен қолданылады. Бұл бізде екінші суретте көрсетілген, ал бірінші суреттегі электрлі лобзикті станок деп аталынады. Бұл электрлі лобзикті станок аса күрделі қиындықтардағы фигураларды кесуге арналған құрал. Пішімдеп кесу станогы ағаш өңдеу өнеркәсіптеріне өте керекті станоктардың бірі. Бұл станоктың көмегімен фанера, ДСП, МДФ, ламинат, пластик кесіледі. Дайындама материал алдын ала белгіленген мөлшерін бұрышпен, бойлық және көлденең кесуге болады. Сүргілеу станогы ағаш материалдарының бетін өңдеуге арналған станок. Дайындама материалдарына керекті өлшемдері бойынша форма беріп кесуге болады. Бұл станок түрін пайдалана отырып, дайындама материалдарының бетін тегістейді. Резьмуздық станок берілген өлшемдері мен қалыңдығы бойынша тақтайларды, брустарды, шиттарды сүргілеуге арналған станоктың бір түрі. Келесі фрезерлік станок. Өнеркәсіптік станок сыртқы және ішкі беттерін өңдеу, түрлі типтегі бұдырларды және ою дайындау үшін арналған механизмді станоктардың түрі болып келеді. Көшірмелі фрезерлік станок ағашты оюға, мүсіндерді көшіріп жонып салуға арналған, яғни көшіріп алып жүруге ыңғайлы, мүсіндер жасауға ыңғайлы фрезерлік аспап болып табылады. Төрт жақты ағаш өңдеу станогы материалдарды төр жағынан да әр түрлі қырынан ойықтар, оюлар жасауға арналған станок түрі болып келеді. Бұл станокты көбінесе терезе, есік жақтауларын, плиталарды және тағы басқа жиһаздық бұйымдарды жасауға қолданады. Бұрғылау станогы материалдарды бұрғылауға, әр түрлі естер жасауға арналған. Бұрғылау және кірістіру станогы көбінесе жиһаз өндірісінде жиі қолданылады.
бір тескенде жанынан немесе үстінен бірнеше тесіктерді берілген өлшемдер бойынша бірден салады. Көбінесе есік, терезе, жиһаз жасауда қолданылады. Айналдыра жону аспаптары көбінесе әйгілі станоктардың бірі болып келеді. Барабан тегістеу станогы соңғы өңдеулердің бірінде қолданылатын станоктың бір түрі болып табылады. Барлық материалдардың бетін будырлардан тазалап отырып, материалдарға бір береді. Дискілі тегістеу станогы. Ең басты қасиеті ол кішкентай өлшемдегі материалдарды әртүрлі бұрыштама градустарда тегістей алуы. Аралас тегістеу станогында ленталы тегістеуде де дискілі тегістеу жұмыстары бірге атқарылатын станок түрі. Тербелмелі тегістеу станогы домалақ, жартылай домалақ, қисық кесілген, әртүрлі ою салынған материалдарды тегістеуге арналған станоктың түрі. Студенттер, біздер мінекей жиһаз жасау саласына қатысты ағаш өңдеу станоктарымен таныс болдық. Сабағымыздың мақсаты да осы ағаш өңдеу станоктарымен танысу және олардың міндетін білу. Біз келесі сабақтарда осы станоктарды жеке-жеке тоқталып, әр қайсына жұмыс жасау ережесімен, оның міндеттерімен жеке-жеке тоқталып өтетін боламыз. Қазір сіздердің назарларыңызға осы станоктардың ішінде ерекше станок, фрезерлік станок жайлы сіздерге қысқаша бейнежазба ұсынғым келеді. Осы бейнежазбаға назар аударыңыздар. Сандық басқарылатын фрезерлік станоктар бұл арнайы құрал кескіштің көмегімен әртүрлі парақ материалдарын өңдеуге арналған жабдық болып табылады. Фрезерлеу арқылы әртүрлі материалдар өңделеді. Мысалы, пластик, графит, алюминий, мыс, шойын немесе ағаш материалдары. Жоғары жылдамдықпен айнала отырып, олар материалдарды SNS операторының бақылауымен берілген бағдарламаға сәйкес кесу, бұрғылау, кесу және нақыштау арқылы өңдейді. Жұмыс құралының орналасуына байланысты фрезерлеу көлденең немесе тік болуы мүмкін. Әртүрлі диірмендерді қолдана отырып, күрделі бөлшектерді кез келген бұрышта фрезерлеуге мүмкіндік беретін әмбебап машиналар кеңінен қолданылады. SNS фрезерлік станоктардың басқару станциялары жабдықтың электронды бөлігі болып табылады және машинамен бірге жеткізіледі. Машинаның бағдарламалық жасақтамасы графикалық файлдардан векторлық кескінділерді өңдейді. Оларды микросатылы қозғалтқыштардың жұмысын басқаратын G-кодтарға аударады. Осылайша белгілі бір бөлікті жасау үшін, мысалы, AutoCAD немесе Corel сияқты компьютерлік бағдарламаның графикалық редакторында оны құру қажет. Әзірленген бағдарламаны машинаның жедел жадында орнатқаннан кейін, оператор технологиялық тапсырмамен өңделетін материалға сәйкес қажетті режимдер мен параметрлерді алдын ала таңдап, жұмысты бастай алады. Сандық бағдарламалық басқару белгілі бір материалдарды өңдеудің күрделі технологиялық процестерін автоматтандыруға мүмкіндік береді. SNS машинасы жұмыс барысында оператордан күрделі әрекеттерді қажет етпейді. Машина өңдеу процесі басталғанға дейін оған енгізілген бағдарлама бойынша жұмыс істейді. Бағдарламаны енгізуді оператор станокты қол режимінде басқаруға арналған пульттен жүзеге асырады. Төтенше жағдайда қашықтан басқару құралы машинаны өшіру үшін қолданылады. Машинаның жұмысы туралы барлық ағымдағы ақпарат технологиялық операциялардың орындалуын көзбен бақылайтын оператор тақтасында көрсетіледі. SNS фрезерлік станоктар бұл қажетті еңбек өнімділігі мен материалды өңдеудің тамаша сапасын қамтамасыз етуге қабілетті жоғары технологиялық заманауи жабдық болып келеді. Станоктардың дизайн ерекшеліктері корпус пен бөлшектердің сәл формасында ерекшеленеді. Әр материал үшін өңдеу бағдарламасы жеке жасалады. Мысалы, егер бұл металл үшін SNS 3D фрезерлік машина болса, онда
кескіштің берілу және айналу жылдамдығы машинаның дизайн ерекшеліктеріне және өңделетін материалдың құрылымына байланысты таңдалады. Егер өңдеу есенес ағаштан жасалса, онда бағдарламаның параметрлері мүлдем басқаша болады. Дайындаманы бекіту жүйесі бөлікті жұмыс үстеліне бекітеді. Ол жылжымалы және қозғалыссыз болуы мүмкін. Көбінесе өнеркәсіптік машиналарда бекітілген вакуумдық үстелдер орнатылады. Есенес машиналарының түрлері, жұмыс принципі осы типтегі барлық машиналарға ұқсас болса да, олардың дизайны сәл өзгеше болуы мүмкін. Ең алдымен, бұл белгілі бір машинаның мақсатына байланысты. Осыған сүйене отырып, 3D ағаш машинасын таңдағанда, оны мұқият талдау қажет. Дайындаманың пішіні тегіс немесе көлемді. Бұл фактор фрезерлік бастың қалай орналасқанына және жұмыс барысында қандай қозғалыстың жасайтынына әсер етеді. Негізінен автоматты машиналарды кез келген өндірісте қолдануға болады, бірақ олар кәдесый бизнесінде ең танымал болды. Өйткені әртүрлі пішіндегі өлшемдегі және дизайндағы көптеген өнімдерді үнемі жасау керек. Қолмен фрезерлік станокта мұндай жұмыс мүлдем нәтижесіз, өйткені процесті едәуір баяулататын адам факторы бар. Келесіде үй тапсырмасы. Бұл кестеге станоктарды мақсаты бойынша жіктеп жазасыздар. Мысалы ретінде аралау станогы болса, станоктар қандай түрлері? Мысалы ленталы аралау станогы, лобзикті станок, көлденең кескіш ара станок сияқты және де тағайындалуы, оның міндеті мен атқаратын қызметі жайлы жазып шығасыздар. Екіншіде станоктардың жұмыс жасау ретімен жазасыздар. Біріншіде қай станокпен, екіншіде қай станокпен жұмыс жасайтыныңыз жайлы. Үшіншіде QGIS арқылы тапсырмаларды орындайсыздар берілген пароль бойынша. Келесі тапсырма жұмыс жасау ережесін түсіндіресіздер. Бұл жерде әртүрлі электрлік, қол электрлік аспаптар берілген. Осы аспаптардың жұмыс жасау ережелерін түсіндіріңіздер. Бізде станоктардың түрлері қазақша және орысша термин атаулары берілген. Осыған ағылшынша баламасын жазуларыңыз керек. Бұл бағалау критерий арқылы сіздерді бағалайтын боламын. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.